Білімнің мазмұны мен сапасы адамның рухани мәдени талаптарын қанағаттандыру керек. Бұл тақырып өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында талқыланды. Жиынға парламент мәжілісінің депутаттары Құралай Қарекен мен Глеб Шегельский колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері қатысты. Мұғалімдер бала тәрбиесімен және ағартушылық жұмыстармен айналысуы тиіс. Бұл үстел басына жиналғандардың ортақ пікірі. Кездесу барысында жалақы мәселесі, тұрғын үй, сабақтан тыс функциялар мен жұмыс жүктемесін азайту сұрақтары қарастырылды. Бұл көптен бері мұғалімдердің күткен заңы болатын. Енді осындағы үлкен жауапкершілікті біздің мұғалімдер әлі де болса жақсы өздерінің кәсіби шеберлігінде қолданады деп мен ойлаймын. Біздерге анаған қатыспайды, мынаған қатыспайды кейбір пункттерінде бар, анадан босатылады, мынадан босатылады. Жалпы педагогтың негізгі арғы ең алғашқы баспалдағы бұл ағартушылықтан басталған. Сондықтан қаншалықты шектелгенменен де ағартушылық міндетті түрде қоғамда болуға болады.